Ассалаумалейкум, қадірменді тыңдаушылар. Мына енді қыз балалар көп түсіне білмейді, соны сұрайды да. Түсіндіріңізші, қайсысы осы жарықтардың қайсысы не деп. Бұл жерде қарайтын болсаңыз, мынау тұрған енді фар дейміз, ол негізгі жарық. Ол жерде алыс және жақын жарығы бар. Жақын жарық 50-70 метрде шамамен, алыс жарық 150 метрден асады. Одан басқа мына жерде мынау сары түсті бұл деген поворот, оңға солға жаққан кезде қосамыз, және аварика кезде қосамыз. Және мұның астында тұрған бұл ДХО дейді, дневные ходовые огни. Яғни бұл тек күндіз ғана моторды қосқан кезде жанып тұратын сигнал. Егер біз моторды қоссақ, бұл автомат түрде қосылады, бірақ арт жақта ештеңке жанбайды. Қараңыздар, арт жақта ештеңке жанбайды. Өйткені арт жақтағы сигналдар бұл көлемді кодтар дейді. Қатты тұман болған кезде, жауын жауып тұрған кезде, немесе қараңғы түсіп кеткен кезде, онда мынау жанып тұру керек. Бұл жерде ішінде лампочка бар, байқасаңыз, сол деген көлемді код дейді. Одан басқа бұл жерде тағы поворот бар. Ол да мына жерде тұр, мінекей, оранжевый. Содан кейін мынау ақ свет, ол арт жаққа қосқан кезде жанатын сигнал. Бұл автомобиль, құрметті көрермен, үйрету үшін. Мына жерде қарасаңыз, U деген жазу бар. Одан басқа ішінде жатыр, бұл жерде. Ішінде жатыр. Қазір сіздерге көрсетейін. Мінекей, қарасаңыз, курсант деген жазу бар. Курсант. Одан басқа за рулем курсант деп тұр, көрдіңіздер. Бұны біз курсанттар рөлге отырғанда артынан қойып қоямыз. Бұл магнитті лента. Және ішін қарасаңыз, мына жерде ішінде қосымша не тұр? Педаль тұр, көріп тұр. Бұл қосымша педаль. Не үшін керек? Инструктордың аяғы сол тормозды басу үшін. Одан басқа қарасаңыз, жерде қосымша айна тұр. Бұл инструкторға арналған айна. Одан басқа мынау жерде айна регистратор алдын түсіреді, және мына жерде камера бар, артын түсіреді. Ол түсіретін себебі, өйткені ертең жала жауып жататындай жағдай болып қалса, сондай кезде керек. Одан басқа қарасаңыз, мына жерде тағы да бір айналар бар. Жаңа соқыр зона дейміз. Және мынау астында тұрған бұл жерде екі айна. Мына жағында да бар ондай. Қазір қарасаңыз. Бұл ішінен көрінеді, яғни бұл жерде бір айна бар, арт жақ дөңгелек көрсететін, және мына айна қарасаңыз, бұл алдыңғы дөңгелек көрсетеді. Ол бар жүруге қатты тақалып келген кезде қойылатын, соны көрсететін айна. Негізі естеріңізде болсын, құрметті жүргізушілер. Тоқтаған кезде мына дөңгелегіміз 30 сантиметрден аспасын. Бұлай жақында қойылады, ана көлік сияқты. Мына жерде енді болып тұр, где-то бір сол 30 сантиметр шамасында, 25 сантиметр. Яғни солай қойып үйрену керек. Ол тек алдыңғы емес, дөңгелектер. Екі дөңгелек корпустар, екі дөңгелектер бірдей тұр. Дұрыс қойылған. Сол сияқты қойып үйренейік. Ал енді осымен тоқтатайын. Қош сау болып тұрыңыздар.